Сәлеметсіздер, құрметті сынып жетекшілер, сіздер мына балалардың дені сау немесе ауыратындығы жайлы топтарды қалай қою керек екені. Мысалы үшін сіздер барасыздар мектептің ішіне кіресіздер, әкімшілік, сосын сыныптар тізімі. Осы сыныптар тізімінің ішінен былтырғы оқу жылын қойғың келсе, онда артқа басасың. Артқа басып, мысалы үшін 4 вагон. Сосын оқушылар дейсіз. Сыныпта болды дегенді басасыз. Мына жерде қазіргі сыныпта ештеңе болмайды, өйткені олар бітіріп кетті. Сондықтан сыныпта болдыны басасыздар. Осы сыныпта болдыны басып болғаннан кейін, мысалы үшін карандашты басасыз. Ары қарай деректерін, оқушылардың деректерін қарайсыздар, мынаны барлығын толықтыру керек. Төмен қарай келе жатасыз. Мына жерде міне денсаулық медициналық тобы. Денсаулықты медициналық тобын сіздер бірінші топ дейсіздер, егер сау бала болса. Ал егер ауыратын болса, денсаулығының справкасына байланысты осылардың біреуін қоясыздар. Егер инвалидность болса, немесе тіпті ТШ-ға қатыспайтын аурулары болса, осылар екінші топ, мысалы үшін үшінші топ қоясыздар. Ал егер сау болса, сауды қоясыздар. Мынаған ештеңені қоймай-ақ қоюларға болады. Сосын сақтауды басасыздар. Сол кезде баланың жаңағы біз көріп отырған есептің ішіндегі міне журналды басасыз. Дене дайындығы, жаңағы біз қай класста алдық? 2023 жыл 4 вагон. Қарау. Сонда қарасаңыздар, мінекей, мына балаларда жоқ. Көріп тұрсыздар ма? Мына баланыкін қою керек. Бақтияр Айбекен. Сондықтан тағы да қайталаймын. Мысалы, Бақтияр Айбекенікі жоқ деп тұр. Тере болып тұр. Сол біз барамыз бірінші мектеп, содан кейін әкімшілік, одан кейін сыныптар тізімі, одан кейін келесіздер, мысалы үшін 4 вагон. Оқушылар. Өстіп қарап шығасыздар каждый баланы, мысалы үшін қою үшін осы сыныпта болды дегенді басасыздар. Сыныптар 2024 23-24 аласыздар, 4 вагон, оқушылар. Мына жерде ештеңе жоқ қой, тағы басасыздар. Сыныпта болды. Осы сыныпта болдың іште сендер әрбір баланың қарындашын басып, деректерін қарап, мына жердегі мысалы сау бала жоқ болса, сау баланы қойып шығуларыңыз керек.